Елімізде 405 су қоймасы бар. Оның 272-сі коммуналдық, ал 38-і жеке меншікте. Қалған 95-і мемлекет иелігінде. 2030 жылға дейін 20 жаңа су қоймасы салуды жоспарлап отырмыз. Оның 5-еуін осы жылы салу жоспарда бар. Одан бөлек 15 действующий қазір таңда бар су қойманы реконструкциялар жоспарлануда. Бұл бағытта да жұмыстар басылып кетті. Бұдан бөлек назар аударатын тағы бір мәселе. Ол қоймалардағы судың дұрыс сақталуына қатысты. Өйткені кей өңірлерде осыған байланысты сұрақ туындаған еді. Шардара, Көксарай, Түркістан облысында жанындағы ауылдардың бәрінде шыбын-шіркей қазір. Өйткені анау суда циркуляция жоқ, су тұрып қалады. Тұрғаннан кейін ол жерде жаңағы шыбын-шіркейлер жұмыртқалайды судың астында, ол бәрі көбейеді и ұшады мысалы. Ана жерде мүмкін емес. Отырарда былтыр сондай мәселе болды ғой. Сондықтан бұл ғылыми зерттелу керек. Қоймаларда мұндай күрделі ахуал 1980 жылдан бері болмаған. Су ресурстары және ирригация министрлігі өкілдері осылай деп отыр. Бұл нысандарда қазір жедел әрекет ету үшін тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылып, бақылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгін таңда су қоймаларының жағдайы тұрақты. Келіп жатқан судың көлемін транзиттік режимде жіберіп жатырмыз. Орташа көлемі бүгін таңда 90%-дан 98%-ға дейін құрайды. Шығыс Қазақстаннан орналасқан Ертіс каскадындағы су қоймаларда айта кетсек, Бұқтырма су қоймасында 61% су бар. Бұл су қойма қазіргі таңда таудағы қарлардың еруін күтіп отқан су қойма болып саналады. Сулардың бәрін өзімізге, ішімізге келген сулардың бәрін ағызып жіберіп жатырмыз мысалға. Бұл жердегі ең басты мәселе қазір сол болып тұр. Бірақ бұның да судың да сұрауы бар ғой. Бұл суды міне қазір осы міне тасқыннан кейін жазда құрғақшылық келетіні анық. Бірақ сол суларды ұстап қалу шарасында мысалға біздің бүгінгі таңда қауқарымыз жоқ. Ал егерде ұстауға қазір мынау біздің қазір мына гидротехникалық нелердің қазір ұстап тұрамыз десек, онда біз жаңағыдай шайып кетеді, тағы да судың астында қалу қаупі бар мысалға. Сала мамандарының айтуынша, жалпы еліміздегі 1502 гидроқұрылыстың 537-сі жөндеуді қажет етеді. Қазір болып жатқан су тасқынының өзі біраз проблеманың бетін ашып берді. Былтыр осы қара күзде мынау Қарағанды облысынан бастап Ұлытау облысына дейінгі мынау Сарысу өзенінің бойынан экспедиция жүргіздік. Сол жерде мысалға біз 6 бөгетті барып тексеріс жасап келдік. Енді сол мысалға енді бір ғана арна Сарысудың бойындағы, өзен бойындағы жағдайлар өте мүшкіл болды мысалға. Республиканың біраз бөлігіндегі су қоймалары лық толды дегеннің өзінде, оңтүстік өңірлерде тіршілік нәрінің тапшылығы байқалады. Әсіресе шаруалар жаз мезгілінде қиналады дейді сарапшы Бекберген Керей. Бірақ енді міне батысымызда су көп, оңтүстігімізде су жоқ. Енді тағы да міне жазғы тұрым бұл құрғақшылыққа келетіні анық. Тағы да біз барып, сол мынау көрші мемлекеттерге, ең басты жаңағы Қырғыз еліне, жаңағындай, одан асып кетсе жаңағы тәжіктерге барып, мына вегетациялық кезінде тағы да суды сұрауға біз міндетті боламыз. Бізде ең бастысы қазір судың санағы жоқ, учеты. Судың учеты мүлдем жоқ Қазақстанда. Біз білмейміз қанша су бар екен, қандай су есептелмеген. Бізде ешқандай санақ жоқ бізде. Ақпарат жоқ, статистика жоқ. Мына осы су кодексінен кейін осының бәрі қолға алып, барлық нәрсе есептелуі. Су қоймасына селқос қарауға болмайды. Зардабы қандай екенін кезінде Қызылағаш оқиғасы көрсетті. Қазіргі тасқында тастың түскен жеріне ауыр екенін бір дәлелдеді. Біз әлі салдарымен ғана күресіп жатырмыз. Ал себебін анықтау уақыт еншісінде.